Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Android құрылғы жасау курсына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мықтыбаев Бақытжан. Бүгінгі біздің бірінші сабағымыз кіріспе сабақ. Сабақтың жоспары. Әр нәрсені бастамас бұрын бізде барлығымызда не болу керек? Жоспар болу керек, Бүгінгі күні не өтеміз, қайда барамыз, не нәрсеге жетеміз деген сияқты. Сол үшін біздің курсымыздың алғашқы сабақ жоспарымен танысып өтейін. Ең алғашқы бірінші танысамыз мұғаліммен. Одан кейін екінші курс жоспарына шолу жасаймыз. Осы курс барысында бізді не күтеді, қандай дәрежеге жетеміз, не жасаймыз, қандай проекттер жасаймыз. Android студияны орнатамыз. Android студия деген қандай инструмент, не үшін қолданылады, және алғашқы жобамызды ашамыз. Және соңғысы Android эмуляторды іске қосамыз. Әр тақырыпқа байланысты бөлек тоқталады. Мұнда жалпы ақпарат беру үшін. Танысу. Менің есімім Мықтыбаев Бақытжан. СДУ-дің түлегі. 2013 жылы Сүлейман Демирел атындағы университет. Одан кейін сол СДУ-дің СДК дейтін колледжі бар. Сонда 6 жыл мұғалімдік қызметін атқардым. Android, Java, Kotlin дейтін сабақтардан сабақ бердім. Одан кейін Білім Орда деген Нұрсұлтан қаласында сондай бір компания бар. Сол компанияда 1 жыл разработчик болып жұмыс жасадым. Сондай білім саласына арналған программалар, Android құрылғылар, сайтпен айналыстым. Одан кейін қазіргі таңда Жамбыл инновациялық жоғарғы колледждің мұғалім болып жұмыс атқарамын. Маған байланысқа шығатын байланыстар, мынау Telegram, GitHub аккаунттарым, осы аккаунттармен тапсаңыздар болады. Енді мұғаліммен таныстырғаннан кейін, енді Android сабағында тәжірибе барысында және де өзім бөлек проекттер жасау барысында жасалған проекттермен таныстырып өтейін. Play Marketте көрсеңіздер, мынандай Мықты студия дейтін аккаунт бар. Сол аккаунтта осындай проекттеріміз шыққан. Алдыңғы жылы шыға бастады. Қазіргі таңда көп қолданушылар қосылып жатыр. Өздеріңіз ашып тексеріп көрсеңіздер болады. Алдында айтып өткендей оқу системасына арналған проекттер жасаумен қызығамын. Өйткені өзім 6 жыл мұғалім болғаннан кейін, және де мұғалімдіктен кейін қандай оқушыларға байланысты кейбір кедергілер бар. Сол кедергілерді Android құрылғы арқылы қалай оңайлатуға болады, соның жолдарын бір іздестіріп көріп деген сияқты сол мақсатта жасаған проекттерім бар. iGrants деген грантқа байланысты, ұбт ға байланысты өзіңді дамыт деген қазіргі карантин жағдайдағы өзімізді қалай дамытуға болады деген сияқты бір аппликейшндер бар. Мұнда Play Marketке шықпай қалған, бірақ разработкада болып жүрген аппликейшндер, кейбір аппликейшндар менің Play Market емес, басқа бір компанияның Play Marketтерді арқылы шығарылған бар. Осыларды көрсеңіздер болады. Курстың жоспары 15 видео сабақтан тұрады. Шамалас 15-20 минуттық әр видеодан. Соңында final проект жазылады 15 видео сабаққа байланысты. Және де мен сіздерді қазір тақырыптармен бір таныстырып өтсем. Тақырыптар бізде мұндай. Android курстың мысалы мұнда біз 15 сабақ тақырыбы болады. Алдында айтып өткендей, бізге бір жаңа нәрсе бастамас бұрын жоспар керек, Жоспарды басын көру керек, прогресс, яғни қай жерде жүргенімізді көруіміз керек, соңында қандай нәтижеге жететініміз көруіміз керек. Сабақ оқыған кезде өте маңызды. Не үшін оқып жатырмын, қай жерге оқып жатырмын. Яғни сіздер бұл курсқа келсеңіздер, не үшін оқып жатырмын деген сұраққа жауапты таптыңыздар деп ойлаймын. Енді қалай оқимын, қай жерге дейін жетемін деген сұрақтарға қазір жауап беруге тырысамын. Бізде тақырыптар осындай тақырыптар болады. Сабақ бірінші тақырып осындай, екіншісі, үшіншісі деп әрқайсысына алдын ала тақырыптар жасалған. Осы жоспармен жүреміз. Одан кейін практикасы болады. Яғни программирование сабақтарын тек қана теориямен оқып қана қоймай, практикамен жасау керек. Және біздің курсымыздың слоган білесіздер. 20% теория болса, 80% практикадан тұрады. Яғни практика арқылы түсіну. Өйткені практика кезінде біз
сұрақтар пайда болады. Сол сұрақтар пайда болу барысында шешу барысында көп нәрсені түсінеміз. Қателер болады, сол қателерді шешу барысында да түсінеміз. Ал видеоуроктарды, басқа бір адамның видеоуроктарын жасап жатқандарын көрген кезде оңай сияқты көрінеді. Ал адам өз жасаған кезде, егер қате болса, яғни дұрыс емес түсінді деген сөз. Значит, қатемен жұмыс барысында дұрыс түсінеді. Егер қате болмай, сразу дұрыс жазылса, онда видео сабақты дұрыс түсінді деген сөз. Но қалай болса да практика жасауымыз керек, және көбірек жасауымыз керек, бірақ есте қалу үшін. Мұнда кодтарды немесе басқа да настройкаларды жаттаудың қажеті жоқ. Біз көп практика жасау арқылы бізге өзі жатталады. Өйткені ақпарат көп, оның барлығын жаттап отыруға қажеті жоқ. Тек практика арқылы келеді. Мұнда сабақтардың әрқайсысына бөлек-бөлек тоқталамыз. Бұлай жалпылама бір көрсетіп өтейін дедім. Әрқайсының бөлек практикалары болады. Және соңында 16-шы сабақ біздің final проектіміз болады. Final проект ол біздің жанұя деп аталады. Әр оқушы өзінің жанұясына байланысты проект жасайды. Жанұясындағы бар адамдар, сол адамдарға байланысты ақпараттар толтырады, тест тапсырады, және де басқа да функциялардан тұратын проект жасалады. Яғни сіздердің осы курсты аяқтағаннан кейін қолдарыңызда көрсете алатын final проекттеріңіз болады, осындай бір результат ретінде. Оны және де соңғы final проекттен кейін Play Marketке қалай публикация жасау керегін де көрсетіп өтеміз. Келесі Android студияны қалай орнатамыз. Android студия деген не? Android студия дегеніміз осы Android құрылғыны жасауға арналған программа. Ол Windows-қа, Mac компьютерлерге және Linux компьютерлерге орнатуға болады. Android студияны орнату үшін осы сілтемемен өтіп, ар жақта өзімізге жүктеп алуымыз керек. Android студияның соңғы нұсқасы 4:1. Не үшін соңғы нұсқасы деп және мына суретті қойдым? Өйткені бұның алғашқы нұсқаларында Android студияның иконкасы басқаша еді. Соңғы нұсқаларда 4-ші нұсқадан бастап иконка кішкене өзгерді. Сол үшін егер Androidпен осыға дейін қызығып қарап көргендер болса, немесе басқа жерден байқаған болса, иконкасы өзгерді. Сол үшін бұл иконка соңғы версиясы болып есептеледі. Біз Android студияның соңғы версиясы арқылы жасаймыз. Ол инструментті қалай компьютерге интернет желісіне аламыз, орнатамыз, және соның настройкасын көрсетемін. Ол үшін Chrome немесе браузерге кіреміз да, онда поискқа Android Studio деп жазамыз. Android Studio жазылған кезде ең алғашқы кезде мысалы лақтырып алу деп көрсетіледі. Осыған кіреміз. Кіргеннен кейін бізге Android Studio'ның ең соңғы версиясын лақтырып аламыз. Download жасау керек тұрады. Осыны басқаннан кейін бізде download жасалады. Менде ол download жасалған. Енді осыны установка жасауды көреміз. Установка жасау үшін кәдімгідей астына 2 рет басамыз. Кейін мұнда загрузка жүреді. Загрузка жүргеннен кейін әрі қарай қалай установка жасау керек екенін көрсетемін. Запустить деп басамыз. Мында бізде басталады. Келесіде Next кнопкасы. Мұнда Android Studio және Virtual Device установка жасауымыз керек. Virtual Device дегеніміз не? Біздің Android'тан жасаған программаларымызды тексеру үшін өзіміздің қолымыздағы телефонға тапсырыс жасап тексерсек болады. Немесе экран бетінде Virtual Device деген болады. Кәдімгі біздің телефонды компьютердің өзіне установка жасаймыз, сол бетінде тексереміз. Осыны бұнда керек болса, бұнда галочканы басамыз да, бізге компьютерде керек 2,7 гигабайт память керек. Осыны ескере отырып, Next басамыз. Мұнда путь жазылады. Windows-тың қолданушылар болса, дискісіне жазбауға ақыл айтамын. Өйткені Android Studio деген памятте көп программа, установка жасар кезінде де көп алады, настройкасы көп болады. Және де дискісіне жасалғаннан кейін Windows переустановка жасау керек болады, немесе тазалау керек болған кезде бүкіл файлдар жоқ болып кетеді. Сол үшін ең алғаш бастапқыда мысалы компьютерға кіріп, басқа система жоқ, басқа дискіге установка жасағандарыңыз дұрыс. Онда алдын ала
Android ашып, өйткені Android Studio'ны бір ұсынып жасағаннан кейін таққа қолдануға болады да, Android деп. Next басамыз. Онда Android аты, подкат ашпауға байланысты ақпарат басқаннан кейін бізде кнопка кетеді. Кнопка алғашқында ұзарып болуы мүмкін, және де интернет болу керек. Интернетсіз установка жасау қазіргі ауыр бұндай программаларда қажет. Файлдарды, басқа библиотекаларды бізде интернеттен алады. Барлығында өзімен бірге жүрмеуі мүмкін. Андай ойындар болады, ойын басында установка жасаған кезде память кішкене болады да, кейін Wi-Fi арқылы немесе интернет арқылы қалған файлдарын лақтырып алады. Android Studio'да көбінесе сондай. Разработка жасайтын кезде көбінесе интернеттеңіз болу керек. Біздің установкамыз бітті. Енді next басамыз да start Android Studio деп, біз Android Studio'ның алғашқы запускын жасаймыз. Бізде әлі настройка біткен жоқ. Біз қазір тек қана Android Studio'ны установка жасадық. Қазір ашып болғаннан кейін virtual device ашады, кейбір керекті бөлек библиотекаларды лақтырып алады. Онда настройкалар керек болады. Интернеттің күшіне байланысты, жылдамдығына байланысты, компьютердің күшіне байланысты уақыт ұзақ болуы кішкене өзгеше болуы мүмкін. Android Studio'ны установка жасайтын кезде минимум характеристика ретінде қазір 8 гигабайт ауызуды сұрайды. 4 гигабайттың болады дейді, бірақ өте жай және ыңғайсыз болады, ұзақ жасалатын болады. Сол үшін компьютерлердің 8 гигабайттан төмен ауызу болса, онда оны бүйтіп алғандарының дұрыс. Так, мына жерде окейді басамыз. Соңғы Android Studio версиясында осындай дизайны жасалған. 4-те-1. Так, мұнда Android-тің студияны data sharing, то есть Android Studio'ны қолдануында бір жағдайлар болса, сол жақта андай репорт, анау рұқсат бересің бе дейді. Солай. Ең алғашқы настройкасы осындай. Next басамыз. Жақта рекомендационный настройкаларды біз стандартты басайық. Теманы таңдауға болады. Қазіргі көп программаларда ақ тема және қара тема болады. Өздеріңіз қалайсыз ыңғайлы соны таңдайсыздар. Мысалы, light кете берсін. Одан кейін бағана айтқан бөлек библиотекаларды лақтырып алу керек болып тұр. Бұл Android Studio настройкасына бірде 69 гигабайт керек. Оның ішінде эмулятор, басқа Android SDK библиотекалар, Google API библиотекасы, нәрселер. Окей дейміз де, finish тұтамыз. Бұл қазір интернеттен барлық нәрсені лақтырып алады. Настройкамыз жасап болды. Барлығын лақтырып алды. Мына жерде virtual device жасалды. Келесі біздің алғашқы проектіміз ашу. Міне, Android Studio'мыз установка жасап біткеннен кейін, настройка істеп болғаннан кейін, бізде осындай Android Studio'мыздың алғашқы беті ашылады. Мұнда осыға дейінгі жасалған проекттеріңіздің тізімі болады. Және де біздің алғашқы Android Studio'мыздың версиясымен атып тұрады. Біз қазір жаңа проект жоба ашуды үйренеміз. Create new project деген менюді басамыз. Және бұл Android Studio'да өкінішке орай қазақша менюдің аттары қазақша версиясы жоқ. Осылай біз осындай курстар арқылы дамыту барысында осының қазақша версиясының көп адамдарды Androidқа қызығушылығын арттырсақ, қазақ тілді оқушыларымызға, отандастарымызға сонда өзіміз аударып болашақта шығарамыз деген үміттеміз. Қазіргі таңда біз ағылшынша немесе басқа тілдерде қолдана аламыз. Create new project дейміз. Мұнда қалған менюдің настройкаларын уақыт өте келе түсіндіремін. Білімді де бір уақытта барлық білімді де берудің қажет жоқ. Оның уақыты болады және порциясы болады. Қазір таңда сіздерге мыналарды түсіндіріп отырудың кішкене іш пыстыру мүмкін. Сол үшін барлығы түсіндіріледі, бірақ өзінің уақыты не болады. Create new project дейміз. Мұнда бізде шаблондар шығады, template деп аталады. Яғни алдын ала дайындалған, код жазылған, дизайн жасалған андай шаблондар болады. Біз бұл шаблондарды уақыт өте келе қолданамыз. Бірақ қазір бізге ең empty activity деген ең бос activity'ді қолданамыз. Яғни кодты басынан бастап өзіміз проектті басынан бастап өзіміз жазуды үйренеміз. Next деген
кнопканы басқаннан кейін мұнда біздің проекттің аты. Проекттің атын ағылшынша әріптермен жазған дұрыс. Бірінші жоба. Келесі package name. Package name мына жерде бізде біздің package name жазылады. Бұл package name не үшін қажет? Мысалы қараңдар, бізде мысалы тестер, мысалы калькулятор дейтін проект ашайық, иә? Мысал ретінде. Бірақ білесіздер, калькулятор деген басқа да проект адамдар калькулятор деген жасау мүмкін. Оның барлығы мысалы Play Marketке жүктелуі мүмкін. Енді әртүрлі калькуляторлар бар. Play Marketте оның барлығы не болады? Дубликат болады да. Сол үшін ол сайтта проекттің аты емес, package name-ға байланысты салынады. Егер осындай package name-мен біз бір проект салынса, онда бұндай проект бар, package name-ді өзгерт деп айтады. Немесе сенің өзінің проектіңді табу үшін. Обновление жасаймыз ғой, бірінші версиядан кейін екінші версия, үшінші версия кете береді ғой. Сол кезде package name арқылы жасалады. Сол үшін осыған абай болу керек. Мұнда бірінші жоба деп өзіміздің проекттің атын жазғаннан кейін мұнда package name-ді өзгертуге болады. Мысалы, edu.kz нәрде 1024 деп сандарды жазуға болмайды. Мысалы, 1024 деп жазсақ болады. Немесе қалай жазсақ болады? Кз жоба нүкте бірінші жоба деп. Бірінші деп жазуымызға болады. Келесі, мұнда біздің проектіміз, жобамыз, яғни қай неде? Папкада тұрады. Соны таңдайсыздар. Өздеріңізге ыңғайлы бір папкаға бөлек қойсаңыздар. Десктопқа, рабочий столға, немесе тез өшіп қалуы мүмкін. Басқа да бір қолайсыз жағдайға түспеу үшін бөлек бір папка сақтасаңыздар, өйткені бұл проекттерді қайта айналып келу мүмкінсіздер. Сол үшін мұна батырманы басып, проекттің орнын таңдайсыздар. Language, яғни тіл, қай тілде жазамыз? Біз қазір Java тілінде жазамыз. Және Android-ті Kotlin тілінде де жазуға болады. Kotlin деген жаңа тіл, осы енді дамып келе жатқан тіл. Біз Java тілінде үйренеміз. Одан мұнда Minimum SDK деген бар. Minimum SDK. Ол мұнда Android-тің версиясының Minimum SDK-ін таңдауымыз керек. Бұл не деген сөз? Өздеріңіз білетіндей, Android телефондары жылдан жылға тез дамиды. Телефон даму барысымен де оның қасында Android-тің системасы да дамиды. Соңғы, мысалы, Android системаларда 11-ші система тұр қазір. Android студияда ең алғашқы 4.1 деген тұр. Яғни, ескі телефондар 4.1 болады, жаңалары, версиялары жаңа болады да. Ол қалай? Телефонның күші дамыған сайын, мысалы, камерасының күші, экраны, үлкендігі, кішірейгендігі, мысалы, Samsung-тың андай екі экрандығы бар, ашып жабылатын. Солай дамыған сайын Android версиясында соған байланысты өзгертеді. Дизайн версиясын өзгертеді, функционалын өзгертеді деген сияқты. Біз Minimum SDK-ға орташасын таңдаймыз. Ең алғашқылар таңдайтын болсақ, мысалы 4.1-ді таңдасақ, тек қана 4.1-дегі телефондардың мүмкіншілігін ғана қолдана аламыз. Ол кезде, мысалы, қолдың отпечатка пальца болмауы мүмкін. Ол функцияны қолданамаймыз, өйткені біздің версия 4.1 ғана. Face ID қолданамауымыз мүмкін, камерамен, адам бет бейнесімен ашуды, блоктан шығаруды. Оны қолданамаймыз. Ол версиялар, мысалы, 6-да, 7-де бар да, болуы мүмкін кейбір телефондарда. Және де, прям по последнему моде жүрейік деп, соңғы версиясында таңдай алмаймыз. Өйткені соңғы версиясын таңдасақ, біздің дүние жүзі бойынша бір ғана процент телефондарға біздің проектіміз қолданылады. Кейбір Play Market'те бір программаны жүктеп алуға тырысқан кезде көрсетеді ғой, сіздің Android версияңыз сай емес, яғни версиясы келмейді деп тұрады. Сонда үлкен осындай версияға келген кезде сай келмей қалады. Бұл версияларды кейде қолдану керек бір уақыттар болады, өйткені өте андай бүкіл мүмкіншілігін қолдану керек болатын болса, осындай телефон қолданамыз. Мысалы, біздің ойын жасайтын болсақ, ойынымыз отпечатка пальцадан жасалатын болса, бүкіл проект ішінде, онда мұндағы орташадағы телефондар қажеті жоқ та. Өйткені ондай телефондарда отпечатка пальца деген телефонның өзінде болмауы мүмкін. Телефон өзінде болмаса,
оның ішінде ойынды ойнай алмайды ғой. Сол үшін біз алдын ала соңғы версияға жасап қоямыз, чтобы адамдар ортадағы версияда установка жасап қате шықпау үшін. Мысалы біз ортасын таңдасақ 84% телефондарда қолданылады дейді. Мысалы мына жақтағы подсказканы бассақ, мына жерде көрініп тұрады. Мысалы мына 6-шы Android версиясында 84% телефон қолданылады. Ол телефондардың ішінде қандай функциялары бар, телефон мүмкіншіліктері бар, барлығы мұнда көрсетіліп тұрады. Мысалы соңғы версиясын көретін болсақ, камера, медиа да қандай өзгерістер болады, мысалы юзер интерфейсте қандай өзгерістер бар деген, системасында қандай өзгерістер бар деген сияқты. Мысалы соңғы версияда 5G қосылған, 9-шы версияда 5G жоқ. Егер 5G-ді қолданып сондай проект жасаймыз десеңіз, сіз Android-ның 10-шы версияны таңдауыңыз керек. Біз қазір курсымызда орташа версияны таңдаймыз да, осылай жалғастырамыз. Басқа ешбір өзгерту қажеті жоқ. Finish деген кнопканы басамыз. Android Studio'ны орнату кезінде мен басқа компьютерді қолдандым, Windows компьютерін. Мына компьютерімде менде установка жасалып қойғаннан кейін басынан бастап установка қалай жасалады, қалай лақтырып алатынын көрсеткім келді. Содан нақты кішкене өзгешелік байқауларыңыз мүмкін. Біз алғашқы проектімізді аштық. Жоспар бойынша келесі эмулятор. Яғни проектімізді ашып болғаннан кейін мұнда барлығы бітеді, индексинг деген. Және де айтым келетін нәрсе, проект ашылғаннан кейін интернет желісі барлық уақытта болу керек. Өйткені Android версиялар өте көп өзгереді, библиотекалары және басқа кодтың версиялары деген сияқты, оның мәселенің барлығын интернеттен іздейді. Интернеттеріңіз болмаса, кейбір уақытта қате болуы мүмкін. Алғашқы ашылғанда, немесе алғашқы проектті ашқан кезде, жобаны ашқан кезде интернеттеріңіз болғаны дұрыс. Кейін уақыт өте келе интернетсіз жұмыс істеуді настройкасын көрсетемін. Бірақ қазірге таңда интернет өте қажет нәрсе. Мынау біздің алғашқы Android студиямыз. Android Studio деген программа осындай. Жобамыз ашылған кезде мұндай файлдардан тұрады. Manifest, Java, Resource деген. Ресурс ішінде осындай файлдардан тұрады. Бұл әр файлдар туралы толық мағлұматты келесі сабақта айтамыз. Қазір біз Android студиямыздың істеп-істемей тұрған тексеру үшін мұнда мынаны бассақ, мына жақта біз бағанағы эмуляторларымыз шығып тұрады. Яғни менде ашылған эмуляторлар. Сіздерде бұл жерде эмулятор болмауы мүмкін. Сол үшін сіздер AVD Manager дейтін менюны кіресіздер. Және Create Virtual Device, яғни жаңа бір эмулятор ашу. Эмулятор дегеніміз не? Біздің жасаған проекттерімізді Android телефонға тексеруіміз керек қой. Қалай шықты, экранның бетінде қалай тұр деген сияқты. Бізде бірақ барлығымызда Android телефон болмауы мүмкін. Бір жағынан, екінші жағынан Android телефонды барлық уақытта USB-мен қосып отыру керек компьютерге. Ол қосып отырғаннан кейін настройкасын жасау керек. Сәл қиындау да. Сол үшін алғашқы проекттерде, қатты қиын емес проекттерде телефонсыз мынандай virtual device, эмулятор ашуымызға болады. Кәдімгі телефонның компьютер бетінде шығып тұрады. Сол компьютер бетінде сол жаққа запуск жасап, сол жақта тексере берсек болады. Кейін соңында бір уже проекттің біршама жеріне жеткеннен кейін телефонымызға аударып, сол жақта тексерсек болады. Немесе кейбір эмуляторда кейбір функциялар жұмыс істемейді. Мысалы, сим-карта жұмыс істемейді. Өйткені хабарласа алмаймыз ғой телефон. SMS жазылады, бірақ бармауы мүмкін. SMS қабылдай алмауы мүмкін. Сол кезде телефонмен тест жасап тексереміз. Оға дейін эмулятормен жасауымызға болады. Мұнда басқаннан кейін эмулятордың, яғни Android дегеніміз тек қана телефон емес қой. Бұл жақта телевизор бар, сағат бар, планшеттер бар, немесе басқа да бір нелер, автомобиль, холодильник, немесе басқа да құрылғылар бар. Біз қазір телефонның эмуляторын запуск жасаймыз. Телефонның мұнда түрлері жазылған, әр түрлері берілген. Мысалы, алдын ала дайын берілген түрін аша аламыз. Кәдімгі шын телефонмен немесе өздеріңіз жаңадан құрастырсаңыздар болады. Бізге қазір жаңадан құрастыратын қажеті жоқ. Сол үшін мысалы біреуін таңдаймыз да Next-ті басамыз. Мұнда Android-тың қай версиясы сақталған соны таңдаймыз. Мысалы біз қазір осы Rio дейтін версиямен жазып жатырмыз. Егер де сізге басқа да версиялармен жазу керек болса, осыларды алдын ала жүктеп, мысалы download деген кнопканы басып, жүктеп сол версиямен ашсаңыздар болады.
Next басқадан кейін мұнда эмулятордың аты жазылады. Эмулятордың тұрған тұрысы, яғни тік тұра ма, немесе жатып тұра ма, соны өзгертесіздер. Show Advanced дегеннен кейін мына жақта камерасын қосуға болады. Алдыңғы, артқы камерасы деген сияқты камерамен жұмыс істейтін кезде мұны түсіндіремін. Одан кейін мысалы интернет желісі Wi-Fi-дан алына ма, немесе телефонның LTE-сінен алына ма деген сияқты қандай скоростьта болады, мысалы сіздің жеріңізге байланысты өзгертсеңіз де болады. Мысалы кейбір проекттеріміз біздің интернетпен байланысты болады ғой. Сол кезде егер проекттеріміз интернетті жай істейтін аймаққа арналған болса, алдын ала эмуляторымызды жай жасап қоямыз. Қате шығатын болса, бізге осы уақыт айтсын да, қолданушының қолына барып емес. Сол үшін осылай алдын ала настройка жасап қойсақ болады. Мұнда да эмуляторға арналған кәдімгі телефон памяти сияқты, мұнда да телефон память беруге болады, SD карттың памятін беруге болады, және де басқа да настройкалар бар. Біз бұл жақта ештеңе өзгертпейміз. Финишті басқаннан кейін бізде жаңа бір эмулятор ашылады. Мына creating, мына эмулятор деп ашылады. Осы эмуляторды запуск жасау үшін алдын ала былай ранды басып запуск жасап алсақ болады. Немесе мұнда барып сол эмуляторды таңдаймыз. Және мұнда запуск жасайтын кнопкамыз бар. Осыны run app деген бар, осыны басамыз. Android Studio'ның соңғы нұсқасында эмуляторда бөлек емес, осы жерде жүретіндей жасалған. Негізі ол бөлек бір программа ретінде тұратын еді осығанға дейін. Бұны бөлек настройка жасап алсаңыздар болады, немесе сіздерде бөлек бір эмулятор ретінде ашылуы мүмкін. Бөлек эмулятор да болады, бұлай жасалса да проблема емес. Міне бізде эмулятор ашылып жатыр. Кәдімгі өмірдегі телефон сияқты бұл қазір. Телефон қосылады, кейбір настройкаларын сұрау мүмкін. Gmail'дің аккаунтын сұрап, немесе басқа да аккаунтты сұрау мүмкін, немесе сұрамауы да мүмкін. Алдын ала настройка жасалған болса. И кәдімгі телефон ретінде қолданасыз. Бұл жақта сіздер Instagram, WhatsApp, басқа да нәрселерді орнатып, телефон ретінде қолдансаңыздар болады. Бірақ әрине кәдімгі телефон қарағанда кішкене жай істеуі мүмкін. Өйткені бұның мүмкіншілігі компьютердің мүмкіншілігінен алынады. Сіздің компьютеріңіз мысалы озвучкасы 8 гигабайт болса, телефонда 4 гигабайт болады. 4 гигабайттық телефондар қалай істейді? Бұл жақта да солай істейді. Сол үшін соған мән берейік. Мұны біздің телефонымыз кәдімгі эмуляторымыз кәдімгі телефон сияқты настройкасын жасап жатыр. Кейбір уақытта эмуляторымыз кішкене дұрыс емес істеп қалуы мүмкін. Өйткені компьютердің бетіне кәдімгі телефонның системасын орнату ауыр процесс болуы мүмкін. Онда кішкене қателер кетеді. Ол кезде қалай істейсіздер? Мұнда AVD менеджер дегенге кіресіздер. Сіздің эмулятордың қасында тұрған атын білгеннен кейін мұнда барасыздар да, мұна меню бар. Осы менюдан стоп деген меню болады. Мысалы, менде қазір мұна эмулятор істеп тұр. Яғни бұның стоп деген меню болады. Яғни барлық процесті тоқтатамын. Одан кейін басынан ашамын. Сол кезде істеп кетеді. Мына жерде басқа да дубликат немесе өшіріп тастауға болады. Басқа да ішіндегі даныларды өшіріп тастауға болады. Мысалы, сіздерде уже аккаунт жасалған, Gmail установка жасалған, басқа нәрсе установка жасалған болса, осы wipe data десе, барлығын өшіріп тастайды. Басынан настройкасын жасайды да. Кейбір проекттерде онда керек болады. Алғашқы ашылған кезде настройкасы жасалмаған болу керек болады. Немесе базаданық ішінде толған базаданық болса, базаданық телефон ішінде ашылады ғой. Сол кезде wipe деп басса, базаданықтың бәрін өшіріп тастайды. Сондай моменттері керек болады. Міне, біздің алғашқы жобамыз ашылды. Яғни біздің Android студиямыз Android құрылғы жасауға дайын. Сіздер осы жерге жетсеңіздер, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты орындалды деген сөз. Осымен біздің бүгінгі бірінші кіріспе сабағымыз бітті. Осыған дейінгі жасаған баптауларымызды жасап, келесі сабаққа дайындалып келсеңіздер жақсы болады.